Лев Толстой исламды қалай қабылдады? Менің видеом сіздерге пайдалы және ұнап жатса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып кетіңіздер. Меніңше, бір ғана шынайы дін бар. Бұл дін әлі ашылған жоқ. Бірақ оның біразы бөлігі мінәжат арқылы баяндалады. Тән үшін өмір сүрген өмірдің рахаты болмайды. Тән үшін өмір сүру азап шектіреді. Рух үшін сүретін өмір ғана рахатқа жеткізеді. Лев Толстой. Исламды тек арабқа келген дін. Құранды да сол арабқа ғана түскен кітап деп қабылдапты. Солайша біз басқа ұлтпыз, бізге 5 парыз жүрмейді деп адасатын бауырларымыз әлі де баршылық екен. Таяуда ғана мінген таксист ағаның әңгімесінен осыны ұқтым. Салонына 2 бірдей әйел затын. Мені жені бір келіншекті отырғызып алған. Ағамыз алдымен рұқсатсыз темекіні тұтатты. Түтінге аллергиям болса да, өзім үндемес пе едім. Қарасым қасымдағы келіншектің аяғы ауыр екен. Аға, қарындасыңыздың құрсағындағы сәбиге обал ғой, дедім. Бар болғаны сол бірақ ауыз сөз ағатайдың ашуын шақырды деп ойлағаным жоқ. От алып алды да, өзім білем, сендей ақылшылардан қалдым ғой, қаршадай болып, еттектеріңе намаз оқып жүргендей. Орамал тағып, өздерін періште санайтындарың да бар, деді ме? Келіншек орамалды еді. Ақыр аяғы, сендер-ақ жұмақтық, мен-ақ тозақ бола қояйын. Әрине, егер олар бар болса, деген мысқылмен аяқтады. Ашуға берілгенім жоқ, мұсылман сабырға жеңдіру керек қой. Керісінше, көркем мінезіммен жеңейін деп, келген жерімнен тоқтаттым да түсіп бара жатып. Аллах сізге иман берсін, дедім. Алайда ішім алай-дүлей. Неге екені арапқа түскен дін деген бір ауыз сөзі ойымда тұрды да қойды. Көңіл жаралы, көзде жас. Кетіп барам. Кенет ойыма орыстан шыққан адамзаттық жазушы Лев Толстой оралса бола ма? Неге осы кісіні айтпадым екен? Әлгі кісіге өзі орыс әдебиетін оқитынын айтып еді. Ол бір. Екіншіден, ақиқат жайлы ойлар Толстойға да дәл мен секілді кетіп бара жатқанда келген. Мезгілсіз көктем болатын. Орманда жалғыз келе жаттым. Айналамдағы әрбір дыбысқа, түрленген табиғатқа ден қойдым. Санамды мазалаған мәселе барды. Құдайды тану, Құдай менің бүкіл өмірім сияқты реалды емес. Тек абстрактыл ғана болса, ондай жаратушы жоқ деген сөз. Сонда мен үздіксіз іздеген Құдай ше? Бұл пікір қайдан шықты? Менің санамда осындай ойдың болуының өзі Құдайдың бар екендігінің дәлелі емес пе? Осыны ойлауым мұң екен. Менде өмірге деген құштарлық пайда бола бастады. Рухым оянғандай болды. Имамнан алыстағанда өзімді өліммен бірдей сезімдім. Мен Құдайды іздегенде ғана, соған ұмтылғанда ғана өмірден ләззат алатынымды білдім. Осыдан соң айналам, ішкі жан дүнием нұрланды да ғұмыр бойы маған жарық берді, деген жолдар бар Толстой жазбасында. Ақсүйек әулетінен шыққан Лев Толстой бүгіннің көзімен қарасақ, байдың бақпанды баласы. Не ішем, не кием деген жоқ. Сұлу жар, бала шағалы болды. Қай жағынан алсақ та 4 құбыласы түгел адам еді. Бірақ оның қалауы мұнымен шектелмеді. Сондықтан ол алдымен өзін шығармашылықпен іздеді. Шығармашылық жолында да табысты еңбек етті.
басқасын айтпағанда Анна Каренина, соғыс пен бейбітшілік сынды романдарының өзі оны дарынды жазушы деп санауға жеткілікті болады. Алайда оның шығармашылыққа ұмтылысының арта түсуімен бірге іштегі рухани тынышсыздығы, одан да биік ақиқатты ұмтылысы да арта түседі. Себебі өмірде ештеңе мәңгілік емес, қызықтың бәрі өтеді. Тіпті күні бүгін қасыңда жүрген адамың ертең жоқ болады да қалады. Әсіресе сүйікті бауыры Николайдың көз алдында өмірмен қош айтысуы оның өмірге деген көзқарасын қатты өзгертіп жібереді. Бүгін барсың, ертең жоқ, жалған дүние деп толғанды ол. Солайша Толстой бай тұрмыстың жайлылығы мен ессіз құштарлықтан бас тартып, ақырында бар байлығын отбасы мүшелеріне бөліп берді. Адамның өмір сүруі мүмкіндігі иманмен байланысты, деді ол. Бұл байламға келгенге дейін Толстой ақиқатты шіркеуден іздеген жоқ екен. Мәселе осында. Небәрі 17 жасында шіркеуден бір жола бас тартқан. Оның бәлкім ұлы ақиқатты исламнан іздеуінде, бәлкім әуелі араб тілінен сауат ашқаны түрткі болды ма? Себебі араб тілін білген адамның Құранды білмеуі мүмкін емес қой. Әйтеуір бұндай байламға келгенше Толстой өзімен өзі ұзақ егісті. Әр бір минут, әр секундта өмір сүрудің мәнін іздеді. Себебі тіршіліктің күнделікті өтіп жатқан ұйқыдан тұру, тамақ ішу, ойнап күлу және қайтадан ұйқыға бас қою сияқты әрекеттерінен ешқандай мән мен мағына таба алмады. Сонда адам өмірге не үшін келіп кетеді? Онда бір мағына, бір мақсат болуы тиіс қой, деп алас ұрды. Адамдардың екі түрі болады. Күнәһарлар, бірақ олар өздерін әулие санайды. Және әулиелер олар керісінше өздерін барынша күнәһар санайды, деген француз физигі Блез Паскал. Сол айтпақшы, Лев Толстой барынша ізгі жан еді. Дегенмен, ешқашан өзіне көңілі толмаған күйі өмірден өткенін аңғару қиын емес. Соның бір дәлелін оның өз қолымен жазған мына жолдарын білуге болады екен. Адамдар мені өздері үшін маңызды саналатын соғыс және бейбітшілік секілді арзымайтын нәрсеге бола жақсы көреді. Маған бұл секілді таңырқаулар мен мақтаулар біреулердің Эдисонға мазурканы қалай жақсы билейсіз дегені сияқты болады да тұрады деген екен. Осындай өзіне жалпы жалған дүниеге көңілі толмауы, нақты айтқанда өзінің осы дүниеде көп уақытын жай ғана тұрмыс тауқыметіне арнап жатқанына, ал негізінен адамның өмірдегі ең ұлы миссиясы басқа, яғни хақты тану екендігін бірте-бірте түсінген ол, ақыры бірақ күнде, яғни 1897 жылы 8 шілдеде өзі өмір сүретін қоғамнан жырақ кетуге шешім қабылдады. Сөйтті де отыра қалып хат жазды. Ол әйелі Софияға арналған хат еді. 70 жасқа аяқ басқанда мен тыныштықты, өмірімді жалғыздықта өткізгенді қалаймын. Сен, Соня, мені еркіммен жібергендей болшы. Іздемеші мені жоқ деп зарламашы, мені жазғырмашы. Менің сенен кеткенім өзіңе разы болғанымды білдірмейді. 35 жыл
бірге өткізген өмірімді махаббатпен және ризашылықпен еске аламын деген жолдар қағаз бетінде қаздай тізіліп жатты. Үйден кетті. Көп ұзамай бұл жалған дүниеден де кетті біржола. Көз жұмар шағында адамзаттың айналып келіп ақырында аяқ тірер ақиқаты ислам екенін айтып кетті. Ал біздің кейбіріміз жүрміз. Асыл дінімізде қасиетті Құран кәрімде тек арабқа түсті деп. Достар, пайдалы және мағыналы сөздерім сіздерге ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып кетіңіздер. Сіздермен бірге болған пайдалы кеңестер бір арнасы.